Құрметті жол жүрісіне қатысушылар, әлеуметтік желіде жылдамдықты тіркеу шегі төмендеп, енді сағатына 2 шақырымға асырудың өзі айыппұл салынады деген мазмұндағы бейнеролик анықталды. С 8 мая теперь будет превышение максимум 2 километра. То есть 63 будете ехать, уже будет считаться нарушением. Алайда бұл ақпарат шындыққа сәйкес келмейді. Құқық бұзушылық жасаған үшін жауапкершілікке тарту тәртібі өзгерген жоқ. Бұрынғыдай әкімшілік жауапкершілік белгіленген жылдамдықты сағатына 10 шақырымға және одан да жоғарыға асырған жағдайда ғана қолданылады. 8 мамырдан бастап күшіне енетін бірлескен бұйрық тек камералардың жұмыс тәртібіне қатысты, яғни олардың өлшеу дәлдігі мен рұқсат етілген қателік шегін нақтылайды. Бұл құжат жүргізушілерге ешқандай жаңа талап енгізбейді және жауапкершілікке тарту шегіне әсер етпейді. Осылайша сағатына 2 шақырымға асыру үшін айыппұл салынады деген мәлімдемелер жалған ақпарат. Аталған ақпаратты таратқан тұлға анықталды. Қостанай облысы Рудный қаласының тұрғыны сот шешімімен әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Азаматтарды тек ресми ақпарат көздеріне сүйенуге және тексерілмеген мәліметтерді таратпауға шақырамыз.